Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының академигі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Бауыржан Қойбақов. Бауыржан Қойбақов 1952 жылы 3 қаңтарда Жуалы ауданы Шымбұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі Мелдебек Қойбақов Ұлы Отан соғысына қатысып, жауынгерлік орден мен медальдармен марапатталған. Бауыржан Қойбақов Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтын бітірген. Кіші ғылыми қызметкер болып, Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына жіберілді. Бауыржан Қойбақовтың бұдан кейінгі барлық еңбек қызметі дәл осы институтпен байланысты. Ол кіші ғылыми қызметкерден суару бөлімінің меңгерушісіне дейін өсті. Жұмыс істеген жылдары өзін ғылыми міндеттерді өз бетінше қоя алатын және шеше алатын табысты ғалым ретінде көрсетті. Мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институты кеңесінің 1983 жылғы 28 наурызындағы шешімімен Бауыржан Қойбақовқа ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. 1986 жылдан 1992 жылға дейін ол Павлодар қаласында орналасқан Солтүстік Қазақстан кешенді бөлімін басқарды. Онда оның басшылығымен Ертіс Қарағанды каналы мен Павлодар Ертіс өңірі аймағының суармалы аймағында ғылыми зерттеулер табысты жүргізілді. 1992 жылы Бауыржан Қойбақов Жамбылға оралып, суару бөлімін басқарады. Содан кейін Қазақстанның дала аймағында ауыл шаруашылығы дақылдарын суарудың су үнемдеу технологиясы және суару жүйелерін жетілдіру тақырыбында докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Ол ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы болады. 1997 жылы Бауыржан Қойбақов корреспондент мүше болып, 1998 жылы мелиорация және суармалы егіншілік саласындағы ірі ғалым ретінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының толық мүшесі болып сайланды. Ол дарынды ғалым және ауыл шаруашылық ғылымдарының ең жас академигі болды. Академик Қойбақов өзінің жоғары білімділігімен, өзіне деген талапшылдығымен, ғылымға адал қызмет етуімен, қарым-қатынасының жоғары мәдениетімен өзіне лайықты беделге және айналасындағы адамдар арасында терең құрметке ие болды. Таразда ол тұрған үйге 1999 жылдың 18 қарашасында мемориалдық тақта орнатылып, 2000 жылдың 14 қаңтарында облыс орталығындағы көшелердің біріне Бауыржан Қойбақовтың есімі берілді.